Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге кішкентай бургерлерді жасап дайындап көрсетемін. Осы видео сіздерге толықтай ұнайтынына мен сенімдімін. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Енді біз біріншіден осы бургердің қамырын жасап дайындап аламыз. Ыдысқа қолымыз күймейтіндей жылы суымызды салып, ретімен тұзды, қантты, күнбағыс майын және де дрожжды салып, барлығы ерігенше араластырып аламыз. Соңында илектен өткізіп ұнымызды да салып, қолымыз жабыспайтындай қылып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Толықтай қамырды илеп болғаннан кейін біз ашытуға қалдырамыз. 1 сағатқа жылы жерге қалдырып қоямыз. Бізде толықтай қамырымыз ашып шықты. Енді осы қамырды 12 штук зуалаға бөліп шығамыз. Қолымызбен илеп зуала қылып дайындап алып, табаға барлығын бір тегіс қылып, бір-біріне жақын орналастырып қоямыз. Енді осының үстін бетін жауып 20 минутқа сіңдіруге қалдырамыз. Сіңгенше біз салмасын жасап аламыз. Бізде етті соломка қылып турап, тұз, қарабұшты салып дайындап пісіріп аламыз. Енді бізде қамырымыз ісіп шықты. Үстіне жұмыртқаның сарысын салып, күнжутты және де седананы салып, енді 20 минутқа 180 градусқа пешке қалдырамыз достар. Толықтай пісіп шықты. Енді осындай пышақпен кесіп, екі бетін ажыратып аламыз достар. Енді біз дайын болған салмаларымызды салып шығамыз. Осына кетчуп пен майонезді араластырып, бір тегіс қылып барлық жеріне жағып аламыз. Ең астына біріншіден сырды салып, одан кейін дайын болған етімізді салып, қызанақ пен қиярды салып, соңында сырымызды салып, осының өзін енді тағын біз 5 минутқа духовкаға жібереміз достар. Толықтай пісіп шықты. Сіздермен болған Сабира. Қош сау болыңыздар.